Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақта Smiles 3-ші сыныптың Activity Book'тың 18 және 19-шы беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Сабақты бастаймыз. 12-ші тапсырма Look and read. Write yes or no. Қара және оқы. Я немесе жоқ белгісін жаз. Бірінші сөйлем. There are 3 children at the park today. No. Бақшада 3 бала бар. Әрине 2 бала бар. No. One of the children is shouting. Балалардың біреуі айғайлап тұр. No. Their mother is shouting. Олардың мамасы айғайлап тұр. Yes. The dog is sleeping. Ит ұйықтап жатыр. No. The man is wearing a uniform. Ер адам арнайы форма киіп алыпты. Yes. He is dropping litter. Ол қоқыс тастап тұр. Жоқ. No. 13-ші тапсырма. Where were they yesterday? Choose and complete. Кеше олар қайда болды? Таңда және аяқта. Дамир was at the library. Дамир кітапханада болды. Көркем and Қанат were at the swimming pool. Көркем және Қанат жүзуде болды. Жания was at the zoo. Жания зоосаябақта болды. Айдар and Айжан were at the train station. Айдар және Айжан пойыз станциясында болды. 15-ші тапсырма Look and find the stickers. Қара және стикерлерді тап. Activity Book кітабының соңғы беттерінде стикерлер болады. Сол стикерлерді осында жабыстырасыздар. Бірінші gloves, екінші jumper, үшінші cap, төртінші jeans, бесінші scarf, алтыншы boots. Ал балалар 14-ші тапсырмадан басқасының барлығын орындап шықтық. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. 14-ші тапсырманың тыңдалымы жоқ, сол себептен жасамадым. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.